Содан ойлап таптым. Техника от пятна деп аталады. Қазір қағазымызды сулап алып, кез келген өзімізге ұнайтын түстерді жағып шығамыз. Кисточкамыз бұл жерде менде синтетика қолданамын. Көкшіл түсті, малиновый, қалаған түсіңізді қалауыңызша жаға бересіз. Арасына шашып қойсаңыз да болады. Бұл техниканың тағы да бір атауы работа по мокрому деп аталады. Работа по мокрому деп айтсақ та болады. Суы көп жиналып қалған жерлерді қағаз салфеткамен суын сіңіріп аламыз. Примерно өзімізге ұнайтын силуетті көреміз. Мысық деп әзілдеп отырып, мысықтың да суретін көріп қалдым. Ең бірінші домалақты белгілеп алып, орта сызығын сызып, екі жағынан көзін белгілеп, мұрнын тұсын белгілеп, міне құлақтары да шыға келді. Енді осыны ары қарай не болмаса түрлі түсті қаламдармен, не болмаса осы акварелімізбен жалғастыра берсек болады. Алғашқы этабын бастаған кезде суды өте көп қолдандық. Соған сәйкесінше қағазымыздың да тығыздығы кемі 200 граммнан кем болмауы керек. Ал қазір детальдарға көшкен кезде суды азырақ қолданамыз, яғни түсті қоюлау кішкене. Жануарды жалғастырған кезде суретін алдымен көзден бастаған дұрысырақ. Себебі жан беріп жатқандай сезінесің өзіңді. Көздің айналасындағы жүндері тағы ескеретін жай. Жүндерін өсу бағыты бойынша мазоктармен көрсетеміз. Қыл қаламымыз домалақ үшкір болу керек ұштары. Қолданып жатқан қыл қаламым синтетика болғаннан кейін, мен оны жиірек суға батырамын. Синтетика нейлоннан жасалған қыл қаламдарымыз өзіне көп су ұстамайды. Бір акварельдің өзінің түрлі техникалары бар. Сол акварельдің түрлі техникаларын жақынырақ білгіңіз келсе, каналға жазылып қойыңыздар. Міне жұмысымыз да аяқталды. Ең соңында ақ краскамен немесе ақ пастельный карандашпен ең жарық түсіп тұрған жүндерін көрсетсек болады. Немесе қарапайым ақ гуашь қолдансақ болады. Бұл техниканың маған ұнайтын жері өзің қалаған түстерді қағаз бетінде жаға беріп, сол силуеттің ішінен өзіңе қалаған жануарды, затты, кез келген силуетті көре аласың. Ең бастысы қиялыңа шек бермеу.